Жайық пресс жаңалықтары. Нұрлы жол бағдарламасы бойынша үй салынады, сол үйден үй береміз, сол жерге отшыққа тұрғандарға деп біздерге солай жауап беріп, соған риза болып шығып кетеміз. Бизнесіңіз, жоспарыңыз қанша қаражат талап етеді? Өзімізді 5 миллион, 6 миллионға өзінің қаражаттан бөлек үкіметтен сол қаражатпен Біз 16 миллион теңгеге дейін ауылдық жерде кәсіпкерлікпен айналысуға қаражат бере аламыз. Қолдаймыз. Егер шынымен жасаймын, қолынан іс келеді дейтін болсаңыз, құс еті керек бізге. Дұрыс, жаңағы жұмыртқа, басқа оған сұраныс бар. Ауылға барып сондай істейтін болсаңыз, жерді береміз. Міне кәсіпкерлік басқармасының мамандары отыр, басшылығы. Сізбен бірге сол қолынан жетектеп жүріп жәрдем беру керек. Бірақ ары қарай жұмыс істеу өзіңізге байланысты. Біз қолдаймыз. Бірақ талап бар. Ол қаражат ертең қайтарылады. Соны ұмытпаңыз. Біздің мақсат сізге жағдай жасау, кедергілердің бәрін жою, ал жұмысыңыз бастап кетсе, біз қуанамыз. Келістік па? Жақсы. Кезекке тіркелдіңіз бе үйге? Үйдің кезегіне мен соны айтады. Сіз ешқандай категорияға жатпайсыз. Қайда жұмыс жасайсыз? Мен ТО сервисте техничка болып жұмыс жасаймын. Отбасыңыз мүшесі нешеу? Төртеу, Балаларыңыз нешеу? екі қызым бар. Екі қызыңыз бар, жолдасыңыз. Жолдасыңыз қайда жұмыс жасайды? Жолдасым жұмыс жасамайды. Назлатик частный вахтовый. Так, сіз тұрғын үй заңнамасына сәйкес бірнеше категория бар. Ол жаңағы көпбалалы отбасылар, жалғыз отбасы, немесе жаңағы мүмкіндігі шектеулі азаматтар, зейнеткерлер, бюджеттік мекемедегі қызметкерлер, сонымен қатар жаңағы ата-анасын қамқорсыз қалған балалар, тағы да бірнеше жаңағы Афганистанда қатысқан, соғысқа қатысқан сондайлар бар. Егер сол ешқайсысына қатыспайтын болсаңыз, сіз тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы болады. Ол үшін жолдасыңыз қайда жұмыс істейді? Онда жолдасыңызға жұмысқа жәрдем берейік. Егер сол категория жұмыс істеп бір табыс көзін көтерсе, тұрғын құрылыс жинақ банкінде ай сайын жинасаңыз болады. Бір 3-4 жыл жинасаңыз, біз жыл сайын елбасының бағдарламасына сәйкес үйді салып жатырмыз. Биыл да саламыз. Көп үй саламыз биыл. Былтыр біз 1500 пәтер тапсырған болсақ, биыл да сол шамада үйлерді саламыз. Сол категория арқылы алсаңыз болады. Бүгін екінші рет осындай ашық әкімшілік бағдарламасы аясында жұмысты бастадық. Өткен аптада бүкіл басқармалардың басшылары осы жерде тікелей азаматтарды қабылдап сұрақтарына жауап берді. 300-ден астам азамат келген болатын бір күннің жартысында. Бірақ сол кезде азаматтардың сұрағаны бойынша жергілікті полиция болсын, прокуратура болсын, Қазақтелеком немесе басқа да коммуналдық мекемелердің болуын сұрады. Сол сұранысты ескере отыра бүгін соны ұйымдастырдық тағы да. Бірақ бұл жұмыс осы жұмада бүкіл облыстың деңгейінде болды. Бүкіл аудандарда әкімдер осындай ашық әкімшілікті ұйымдастырды. Біз байқауымыз бойынша сұраныс бар. Яғни біз жүйелі түрде осыны жасайтын боламыз. Жайық пресс жаңалықтары.